Қыздар, бізде салатқа, закускалардың бетіне қойылатын декорларымыз бар. Ол декорларымыз бізде мұнда редиска, мына бізде цветной перец цветофордан жасалады, және баклажаннан жасалады. Мұнда бізде көк пияз. Қараңыздар, бізде редискадан жасалған түрі осы жұқа ғып, неғұрлым жұқа ғып турап, осылай жұқа ғып турап, салқын суға салып қоямыз. Келесі бізде болгарский бар ғой. Осыны цветофор болгарскийіміздің да сыртын жұқа етіп ашимыз осылай. Ашқаннан кейін, мұнаны біз қолданамыз ғой салаттарға, ал сыртын осылай декорға қолдансақ болады. Бұны да жұқа етіп турап, осындай ұзын-ұзын жұқа етіп турап, салқын суға салатын боламыз. Сонда қараңыздар, осылай бұраланып, әдемі болып декорға жақсы кетеді. Баклажанды тура осы әдіспен қайталап, сыртын жұқа етіп ашып, бұны мұздай суға салмаймыз баклажанды, бұны майға қоратын боламыз. Осылай түрін майға қорамыз. Және бізде осы көк пияздар бұраланып тұрады ғой, оны да осылай бөліп бөліктерге жіңішке етіп шаштар жасаймыз. Барлығын осылай кесіп шығамыз. Салқын суға саламыз, бұраланып тұратын болады. Қыздар, мұнда біз қазір куриный ассорти жасаймыз ғой, соның қасына қойылатын наггетсы готовый түрде бізде полуфабрикат. Осыны майға, қызып тұрған майға қорып аламыз. Осыны бір упаковкада 80 штук болады. Орташа отта, бұны да көп емес, бір 5-6 штуктан салып қуырып отырамыз. Орташа отта, өйткені іші піспей қалады. Араласта отырып, осылай бір 5-7 минут қуырамыз қызарғанша. Мұнда біз қазір балғын ет ыстық тамағымыздың гарнирін пісіретін боламыз. Гарнирге бізде осындай картофельный шарики қызып тұрған майға, көп емес, орташа көлемде салып қуырып алатын боламыз. Қызып тұрған майға саламыз, және аз-аздан саламыз. Көп салатын болсаңыздар, былығып қуырмай қалады. Осы жетеді бізде. Қазір осылай қызарғанша қуырып алатын боламыз. Ұзақ қуырмаймыз, қызып тұрған майға. Бұл бізде, қараңыздар, Авигал фирмасы картофельный шарики осындай болады. Бір алып қойсаңыздар, көпке жетеді. Балалар үйде фри сұрағанда да қуырып берсеңіздер жақсы кетеді. Осы фирманың фри да болады, дольки да болады. Міне осылай қуырылды. Сүзіп ыдысқа салатын